Еркебұлан, есіңде ме? Бұрын. Құжат толтыру нұсқаларында Иванов, Иван, Иванович деп жазылып тұрады. Солай жазатын еді. Соған қарап толтыратынбыз. Қазір Қазақстанда барлық өзгеріп кетті. Қалай өзгеріп кетті? Қазір құжат толтыру нұсқаларында Төреғали, Төрәли, Төрәлиұлы. Ендеше қарсы алыңыздар. Төреғали, Төрәли! Қарсы алыңыздар! Шабалақтарыңыз, құрмет достар. Қош келдің. Қалай жағдай? Өте жақсы. Қайырлы кеш жігіттер. Кеш құтты болсын, жаңа жыл құтты болсын. Баршаңызға амандық тілеймін. Қош көрдік, қош келдік. Енді мен есімім туралы айтылып жатыр. Төреғали деген жалпы. Әли деген араптан ба, парсыдан келген бекен? Араптан келген. Әли деген Али деп айтылады араптарда. Соң қазақшасы Төреғали болады да сонда. Әкем екеуміздің атымыз бірдей. Нұрлан Мұсайып деген айтыскер ақынның айтқанындай, орыстар қалайсыңдар, амансыңдар ма, баласына әкесінің атын қойған деп амандасқан Москвадағы айтыста. Сол сияқты екеуі бір мағынада, бірақ екі түрлі ат. Қазақша, мысалы, арабтарда Али деп шықса, қазақша Ғали деп айта береді. Ғани деген сөз аттарда бар. Мен арабист ретінде айтып тұрмын да. Алия деген екі. Алия, Ғалия деген ат бірдей. Мысалы, мен нағыз ағылшын тілі маман ретінде, мысалы, сенің есіміңді Төрәл дейді. Орыс тілінде Тарагали, Тарали болады. Тарегали. Джером Добсон, Бриджит Добсон дейді сияқты. Қытай тілінде 2015 жыл қандай жаңалықтар алып келді, қандай табыстар алып келді? Енді әрбір жылдың өзінің жақсылығы бар, әттең-ай деп сан соғатын кездері болса да, өткен іске өкініш білдірмеу керек сияқты. Мен үшін атап айтатын болсам, 2015-те Алматы қаласында, Астана қаласында ең үлкен алғашқы қадам, ең бірінші шығармашылық кештерім өтті. Сонысымен де 2015-те есте қалдыруға болады. Демек, жеке концертін бердің? Жеке концерт берді. Бізді шақырып едің, ренжіме келе алмай қалдық. Екі концертте шақырып еді, бара алмай қалдық. Ергезек үшке дейін деген үшінші концерттен қалып кетпеңіздер. Қалмаймыз енді. Негізі тағы айта кететін нәрсе, мына статистика жүгінетін болсақ, осы жылдың нәтижелері бойынша әлеуметтік желіде, яғни YouTube-та ең көп көрілген клиптердің қатарында дәл осы Төреғали мен Ерке Есмаханның «Алло» атты клипі бар. Қошеметтеп қояйық. Біздің Төреғали, былайша айтқанда, миллионер десек те болады. Мінеки бір-екі апта бұрын тіпті осы клиптің көру саны миллионнан асып түсті. Бір апта ма, екі аптаның ішінде тез болған. Миллион рет көрілген видеолар көп негізі. Немесе өзің қайта-қайта кіріп миллион рет көріп шықтың ба? Өзім шынымды айтсам, сол клипті басынан аяғына дейін толық көрмеппін әлі дұрыстап. Өзің түсіп, өзің көрген жоқсың ба сонда? Қазақтар көре алмайды, тіпті өзін де көре алмайды да бұл. Клипке тоқтала кетейік. Негізі осы «Алло» клипі ерекше клип. Менің ойымша әннің өзі ерекше, себебі диалог түрінде құрылғанда. Бұл менің ойымша біздің Төреғали мен Ерке Есмаханның телефонмен айтысының ән нұсқасы десек те болады. Негізі осы әннің шығу тарихы қандай? Бұл әннің әні Құрал Молжанов деген бауырымдікі. Өз әнші, өз сазгер. Өлеңі ақын, айтыскер Қайнар Алагөз бауырымдікі. Сен барсың тек менде, келмейтін шектеуге деген мен айтып жүрген әннің авторлары екі жігіт. Енді бір жақсы жері ол жігіттердің тек осындай жақсы өлеңдер шығады. Хит өлеңдер, хитмейкерлер дейсің бе? Өзім айтқан ыңғайсыз болатын жер. Елге ең басты мақсаты халықтың көңіліне қонымды, жүрегіне жеткен, құлағына жағымды ән болса, жерде қалмайтын ән деп есептеу керек сияқты. Осы көру санына қарайтын болсақ, бұл әнде клипте халықтың ықыласына бөленген сияқты. Қошеметтеп қояйық, құрметті достар. Бірақ айта кететін нәрсе, мысалы, кей кезде Ерке басқа қалаға кетіп қалған кезде осы әнді бір жерде орындау керек болып қалса, кіммен орындауға болушы еді? Енді бұл екі адамның әңгімесі болғаннан кейін міндетті түрде екінші адам керек сияқты.
Болмаса бір адам айта берсе бола ма екен, қалай болады? Бір адам өз өзімен сөйлесе берсе ма? Болмайды екен. Біз саған осы телефон арқылы әңгімелесудің жаңа түрін ойлап таптық. Басқа неше түрлі, әртүрлі адамдармен сөйлесең, бейне баян қалай болады екен? Ендеше құрметті достар, экранға назар аударайық. Сонымен елестетейік. Егер жігіт телефон соғып, қыздың орнына тұтқаны қыздың ағасы алса, не болар екен? Көрейік. Алло, кабан. Это белый. Слушай сюда, вора. Я тебя синий на ремни порежу. Давай. Саша, они хотят тебя убить. Беда. Alo. Саламатсыз ба? Неге? Жоқ, қарсы емеспін. Қасыңа қалай келеміз? Қайда? Әзір бойдақ, басымыз бос. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Лейтенант Славина. Я доцент. Бір сұлудың түрегіміз. А вы? Говори. Таныдың ба? Короче, хорош мозги парить. Завтра и поговорим. Доминик Торетто. Таныдың ба? Мы пока не знакомы. Но ты меня узнаешь. Ендеше құрметті достар, қошеметтеп қояйық. Біздің редакторлардың жасаған осындай видео сәлемдемесі десек те болады бірге. Иә. Рахмет жігіттер. Тағы айта кететін нәрсе, жаңа ғана айтыс жөнінде әңгіме қозған болатынбыз. Жаңағы әнді де байланыстырып жаттық айтысқа. Ал қазіргі таңда айтысқа шығып жүрсің бе? Айтысқа шығып жүрген жоқпын әзірге. Ақындармен, бауырларымызбен бір жолығып қалған кезде қағысып қоятынымыз бар. Жаттығу жасап. Бірақ қарайып қалу тез екен. Адам айналысып тұрмағаннан кейін өлең дегенде өзі бір кие бар ғой. Сол киені сақтап қалу керек, ұшырып алмау керек. Әрқашан дайындықта жүру керек. Бірақ айтыс сағынатыным рас, барғым келеді. Ендеше айтысты сағынға болсаң, біз саған айтысқа оралу мүмкіндігін бағдарлама арқылы берейік. Төреғали айта қойшы, мысалы өзіңнің айтыстағы ең шарықтау шың қай кезде болды? Бұлай объективті түрде. Шарықтау шегі енді болатын сияқты ғой. Бұлайша бізде мысалы КВН-де айтады, бізде сезон деп айтады. Мына сезонда жақсы болып еді дейді. Мысалы, мына жылдағы сезон өзімізге қатты ұнап еді дейді. Айтыстың қай сезоны ұнап еді саған? Бұлайша айтқанда. Енді өзіңнің өнерің өзіңнің көңілінен шығатындай. бір кездер болды, қатарынан көлік мініп кеткен. Сол кездерде бір кульминация деп айтуға болатын шығар, бірақ менің ойымша айтыстағы шарықтайтын кезім енді алдымда тұрған сияқты мен, Алла қаласа. Ендеше бірнеше күн бұрын 2013 жылғы айтыстарыңызды көрдік. Бізге өте қатты ұнады. Және дәл қазір шағын эксклюзив түрде айтыс өткізгіміз келіп отыр. Келісесің бе? Кіммен айтсам? 2013 жылғы Төреғалимен. Ендеше құрметті достар, эксклюзив арнайы сіздер үшін Төреғали Төреәлидің Төреәлимен айтысы. Онлайн режимдегі айтыс. 2013 жылғы Төреғали және 2016 жылғы Төреғали. Экранға назар аударайық. Бастайтын 2013 жылғы Төреғали. Сонымен қазір алғазың шешімі бойынша ақтық сайысқа Төреғали Төреәлі және кешеде бүгінде іргелі айтыс жасаған
Төреғали Төрәлі. Қошеметтеріңіз. Ал бұрайын сағанда бет, ауыл тегіс үй ішің аман ба деп. Жүрсіннің кенжесі боп мен жүрушем, тағы кенже қосылды табанда кеп. Өзіңнен кейінгіні көрген кезде ойланасың қартайып барам ба деп. Бір жағынан отырмын ішім күйіп, жас баладан жеңіліп қалам ба деп. Мен бірақта тіс қаққан жігітпін ғой, ойлаймын бір амалын табам ба деп. Ей, жеңіліп бара жатсам жолды беріп, маңдайынан иіске йоу салам ба деп, ай салам ба деп, ей, саған деген көңілім суысында, менсінбей қарамаймын бала ғой деп, баланың жылан өлген уысында. Сондықтан да інім деп отырамын, су ұсынған ағаңа уысында. Ей, кезегіңді берейін, айтар сөзің тісіңнің қап кетпесін, ай қуысында, ай қуысында. Маған айтып жатыр ма? Иә, саған айтып отыр. Ал, сенің жауабың. Жабалақтап қойыңыздар. Алло, десең бе? Еу, мен деген төрешпін ғой, төремін ғой. Төреш қылған әнім мен өлеңім ғой. Ақын едім, ал қазір ән шақынмын. Ол да бір Алла берген өнерім ғой. Маңдайыңнан иіскей салам дейді, қағам десең арқамды беремін ғой. Өзінше жол беремін деп қояды, мен сені жол бермей ақ жеңемін ғой. Мен сені жеңу үшін тор құрмаймын, жеңілсем де көз жасты көл қылмаймын. Аузыңа келгенді оттай берме, айтысқа қайтып барсам оңдырмаймын. Бәрекелді. Ал енді Кезек 2013 жыл Төреғали, кеттік. Қапыда қалат дейді қамданбаған, жүйрік болмас артында шаңғалмаған. Білмеймін ақыр заман кеп қалды ма, ақыл айтат бармақтай балдар маған. Жүрсіннің сүйіктісі болсам ғой деп кезінде менде талай армандағам. Айтысқа кеше келген балаң едім, қалай уақыт өткенін аңғармағам. Ей, кенже боп біраз жүре тұрсам дебем, менен де жастар шықты, ай жалмаңдаған, ай жалмаңдаған, Ал, бұған не дейсіз, Төге? Төреғали, мен сені ағам дейін. Ағамды мен қалайша жаман дейін. Жалмаңдаған дейсің бе, жастар шықты. Басқа ақындарды жеңіп алмаған дейін. Беттеріңе кішкене грим жағып, шашыңа лак сеуіп кел содан кейін. Ақындар арындаса жай келмейді, шабыты оянбаса ой келмейді. Ана жақта жүрсін бар, шайнекте бар, қызықтаймыста не үшін шай бермейді авай қаяға.
Шапалақ келмей жатыр залдан қалай. Бұл айтыс тірі болсын жалған болмай. Менен де жастар шықты деп айтты ғой. Адам байғұс қайтеді армандамай. Жалмаңдаған жастар шықса сенен кейін, сен де айтыстан кетсейші жалмаңдамай айық аяға. Тұрған мен жаным мұнда, жүреді әнім қырда. Айтысқа шықпай жүрген төрешті сағындың ба? Сағындым мен айтысты, сен де оны сағындың ба? Сағындың ба? Сағындың ба? Айтыс ол жүрсін ерман, жүрсін ғой айтыс деген. Жалғасын айтысымның, айтыста айтып берем. Сағынсаң төрешіңді, айтысқа қайтып келем. Сағындың ба? Сағындың ба? Қолым толып кетті, шапалақтарыңыз. Төреғали, қошеметтеріңіз достар. Thank you. Ендеше құрметті достар, Төреғалиді тек қана эстрададан емес, сонымен қатар айтыстан да көреміз деген үміттеміз. Қызық Таймс бағдарламасында қонақта болған Төреғали Төреәлі. Қошеметтеріңіз. Құрметті достар, қарсы алыңыздар, сахнада Төреғали Төреәлі және Ерке Есмахан.